арқа өмірдің тірегі дейміз. Егер де арқа ауруының психосоматикасына сүйенетін болсақ, онда Луиза Хейдің айтуы бойынша мынау жоғарғы арқаның ауырсынуы ол моральды қолдау мен махаббаттың жоқтығын білдіреді екен. Ортаншы арқаның ауырсынуы ол өзін өзі кінәлау, өтіп кеткен өміріне қайта-қайта назар аудару және де өз өмірін өзі қабылдамай, өз өмірінен өзі қашып қорқу екен дейді. Ал белдің ауруы ол ақша проблемасы екен. Бар ақшамнан айырылып қалам деп қорқу және қаржылық қолдауым жоқ деп ойланудың салдарынан болады екен. Егер де сіз психосоматикаға сенетін болсаңыз, онда күнделікті айтылатын аффирмация төменде жазылып тұрады. Және бұл аффирмацияны күнделікті қайталап айтумен ғана қоймай, массаж өте жақсы көмектесетін болады. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Комментария жаза кетіңіздер.